басынан үш түрлі мін көріп тұрмын, соны тыңда. Ең әуелі, арзан мен қымбаттың farқын айырмайсың. Өзіңде барды арзан ұстайсың. Бұлдай білмейсің. Көп күлкіге, болымсыз ермекке асылымы шашасың. Жайдақсың. Жайдақ суды ит те, құс та жалайды. Екіншісі, дос пен қасты сараптамайсың. Досқа досша, қасқа қасша қырың жоқ. Жұрт бастайтын адам ондай болмайды. Басыңа ел үйірілмейді. Үшіншісі, орысшылсың. Сонда қарай ден қойып барасың. Дін мұсылман жатсынайтынын білесің. Осы үш айтқаныңыздың үшеуден дау деп айтам, әке. Өзімді күндіріс деп айтам. Ең әуелі жайдақ суға теңгеріңіз. Қолында құралы бар, жалғыз жарымға ғана пайдасы тиетін шыңыраудағы су болғанша, құралды құралсыз кәрі жасқа түгел пайдасы тиетін жайдақ суға болғанды артық санаймын. Екінші, ел алатын тәсілді айттыңыз, ел билейтіндердің мінезін айттыңыз. Менің білуімше, ел бір заманда қой сияқты болған. Бір қора қойды жалғыз қойшы ай десе өргізіп, шайт десе жусататын болған. Бертін келе ел түйе сияқты болды. Алдына тас лақтырып, шөк десең аңырап барып қана бұрылады. Ал қазіргі ел бұрынғы көрбалылықтан, нашар момындықтан сейіліп, көзін ашып келеді. Ендігі ел жылқы сияқты болды. Аяз бен боранда, жауын шашында топ не көрсе соны көруге шыдаған. Жанын аямаған, қар төсеніп, мұз жастаған, етегін төсеп, жеңін жастық қылған бақташы ғана бағалады. Жанашыры бар, жақсылық пайдасы бар ғана кісі бағады. Үшінші, орысты айттыңыз. Халық үшін де, өзім үшін де дүниенің ең асылы білім, өнер. Сол өнер орыста. Мен барлық тірліктен ала алмаған асылды содан алатын болсам, онда жерде жатым бола ма? Жатырқап қашқақтауым надандықтан болса болар, бірақ қасиет болмас.